Mına jaz жақындап қалды. Хижап бойынша bir misal келтірейін. Өзі хижап дегенде мындай жабыш керек та. Орауыш керек. Misal кейбір аялдар, қыздар футболка чіп қиған бір нәрселерді киіп алады, ал жеріне орап қойғанда бөлек салақ бары көрініп тұрады. Ал хижап болып есептелмейді. Жолықты салса еле хижап деп есептетеді. Жоқ, жолық бұл хижап емес. Жолықты салу еле денесі бет фигуралар көрініп тұрады. Кененірек киім киіш керек өзіне кезде. Кененірек киім киіш керек. Ең бір misal қатар айтсақ, bir kişi deyip kızına ötte kımbat iPhone telefon alıp vermiş. Ötte kımbatına. En can versiyasına. Alıp vergendiken hemen karayıp dursa bayağı kız sıraz zeli steklosuna çaptaptır. Ne de koytulanı? Zaşitnik. Bir sıvı çaptaptır. Ondan keyin ikinci çexol kiygiziptir. Berçede. Anan kızından sırap durdu. Kızım, ne seni biri majbur kılıp da uşunday kıl dep dese, yok. Sen ondan ne firmadagılardan da kıyınsın da. Oşun birden paydalanır beysin dese, yok ata. Bay firmadagılar özü oşunu sunuştaydı bizge. Düşüp ketse beti sınıp kalbasın ekranı, çiğilip ketmesin. Oşun janakında emek çaptagıla, çexol kiygizip algıla dep turup firmadagılar özü bizge oşunu sunuştaydı. Kız aytып атат да баягы жерде. Анан сен сыртына баягы чехол кийгизип койдуң, мухава кийгизип койдуң. Бул жаман көрүнүп калбадыбы анан? Сенин телефонуң өзү сонуга заводской десе, кызы айтат дейт, жок ата. Телефон жаман көрүнсө көрүнө берсин, зато ичи нормально болуш керек. Ичи чыйылбаш керек, жаңы ойдон туруш керек. Эгерде ал sırtı жоқ болса, бетіндегісі жоқ болса, жараққа кетіп қалышы мүмкін, анын басы түшіп кетеді. Жаман көрсе көрінер, зато бұл içi таза тұрады, ошентип айтады дейді. Ошондо атасы айткан екен, о қызым, хижаптағы ошондай нәрсе деген екен да, қызымачы. Хижаптағы ошондай нәрсе. Аллах Таала буйрган аны. Мен айтсам сен ойлап отат окшойсуң, неге киемін деп тұрып. Арзыбаған мысалы көп болса $2000 телефонуң сен ушунчалык эметип атасың, аздек деп карап атасың. А сен миллионго бегиз кызымсың сен менин. Неге сен өзүңдү мындай хижап кийбейсиң? Деп баягы кызым уят карган экен да баягы жерде. Кыз ойлонуп туруп калды дейт баягы жерде. Чындап эле депчи. Себеби бул Аллах Тааланын буйругу кызым дептир. Бұл бұйрық Аллахтың бұйрығы қызым. Сен Аллах Тааланың бұйрығын атқарышың керек. Себебі аял заты шыншалық бір сұлу, аял затының сұлулығын ақ некеменен тиген күйеусі ғана көріш керек. Сен неге көшеге шашыттарың жандырып шығасың? Сен телефонды аждектеп атпайсың ба? Неге сен өзіңді аждектебейсің? Сен жөнекей бір адамның айтқаны қылып отасың, мысалы, фирманың директорлары жасаған заводтың айтқаны қылып отасың, а бирок неге бізді жаратқан Аллахтың айтқаны қылбайсың қызым? Сен өзіңді ошондай қара, телефонда емес деп түшіндіріп қойған екен. Түсінікті болды да. Туурабы? Телефон не көп болса $2000 қайра табылады, табылчу. А бирок бұл аял заты, көз деген нәрсе бар, назар деген нәрсе бар. Ошондуктан бул жерде эмне? Аял заты ошол жамынып жүргөнү жакшы. Эми анткени бул дүйнөдө кээбирлер ойлойт да. Аллах Тааланын буйругу десе бул не? Аялга бул зулум кылып коюп атабыз. Неге бул ачык-чачык, энекин каалагандай жүрүш керек да деген ойлор айткандар бар да. Жок. Бул не? Зулумдук эмес, Аллах Тааланын буйругу. Аялга пайда гана алып келет да. Зыян алып келбейт. Пайда гана алып келет, зыян алып келбейт. Анткени бул Аллах Тааланын берген сулуулугу. Ал сулуулукту ар кимге көрсөтпеш керек. Шариат уруксат берген адамдар гана көрүш керек да, мисалы. Ошондуктан баягы кызын айткан насааты. Кызым, Аллахтын кулу бол, моданын кулу болбо деген экен да. Азыр бизде чындап эле моданын артынан чуркап атпай барды.
Moda tигиндей чыгып тур, мындай чыгып тур деп бүт эле ошо моданын артынан жүгүрүп калган кергеже. Демек, эгерде ошол Алла Тааланын буйругун аткара турган болсо, демек эки дүйнөдө пайда да. Эки дүйнөдө. Мисалы, бул дүйнөдө караса жолукчан, хижапчан, бул намаз окуйт окшойт деп эле коет да. Туурабы? Бул дүйнөдө да пайда, ахиретте да пайда. А эгер элестетип көр, ачык-чачык минивка кийип алган болсо, элдин баары ошону карайбы? Ошону карайт да. Көз деген нерсе бар, назар деген нерсе бар деп жана айтпадымбы? Кудай сактасын. Ошондуктан туугандар, ошол нерсени биз да эске алып коелу. Мисалы, кыздарга ошо узун көйнөк алып кийгизели туугандар. Лачина кийгизип көчөгө чыгарып койбой, же шым кийгизип көчөгө чыгарып койбой, аялдын аялдай болгон кийими бар да.